сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Елімізде коронавирус жұқтырғандар саны артты. Соңғы мәліметтерге сәйкес 2000-нан астам адам ауырып жатыр. Елімізде коронавирус инфекциясына шалдыққандар саны артты деп хабарлайды ел.кз денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметіне сілтеме жасап. 17 желтоқсандағы мәлімет бойынша 2175 адам коронавирус инфекциясына емделген. Соның ішінде 2026 адам КИВ және 328 адам КИВ диагнозы қойылды. 328 кацентр центрда 1847 науқас амбулаторлық деңгейде ем қабылдауда делінген ведомство таратқан мәліметтемеде. Жұқпалы індетке шалдыққандардың арасында 14 адам жағдайы ауыр. Бірі патентиандық жағдай өте ауыр екендігі белгіленді. Бір науқас өкпесі жасанды желдету аппаратында тыныстануда. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.